Асқазанында язва барларға және давление ескілерге мына ит мұрынды мүлдем қолдануға болмайды. Ал былайынша бүйрек, қуық ауырып, тартып ауыратын кездер болады. Жаңағы суықтаған кезде өт ауырғандарға осы ит мұрынды пайдалану керек болады. Ит мұрынның қолдану инструкциясын мен сіздерге осы видеоның соңына дейін көрсетемін. Алдымен мынандай шай баластарда бір уысты, мынау 1,5 литр термосқа саласыздар. Міне. Осыны салғаннан кейін үстінен кипяток құясыздар, ақ. Енді осыны құйғаннан кейін, енді мен қазір күндіз істеп жатырмын, сіздер кешке істесеңіздер, таңертең қойып қоясыздар, таңертең жаңағы ішесіздер дегенім ғой. Азанда және кешке жарты пиала, 1 пиаладан бастаңыздар. Күндіз істесеңіздер, бір кемі 6 сағат, 7 сағат тұру керек осы күйінде. Термостың қақпағын жауып қойып қоясыздар. Бұлар 6-7 сағатта дайын болады. Міне ит мұрынды осылай қолданады. Ал егер күн суықта қуық жақтан кіші дәретке көп барып жүрсеңіздер, простатит мазалап жүрсе, алтын қолыңызды алыңыздар. Бұны алу үшін 8707 257 1419 WhatsApp-қа жазыңыздар. Видео пайдалы болған болса, таныстарыңызға тарқатуды ұмытпаңыздар. WhatsApp чаттарға және каналға тіркеліп алыңыз.